Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті оқырмандар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бізде бүгін 22:30 онлайн сұхбат, тікелей эфир. Бүгін бізде қонақта. Енді бірден бастап кетейік, өйткені біз 22:30 деп келіскенбіз. Біріншіден сізге көп рахмет, сұхбат беруге келіскеніңізге. Алты уақытыңызды бөліп, бүгінгі мынау тікелей эфирге шығып отырған мың алғыс. Енді құрметті достар, бүгін бізде қонақта оңтүстік халыққа әсіресе беташар стилімен белгілі, тойшыл қауымға әсіресе танымал асаба ұлдарымыз Рауан. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Құрметті инста достар, және де Ерлан Қабатай. Істеріңізге береке берсін. Алға баса берсін. Үйтіп шақырғандарыңызға да рахмет. Онлайн сұхбат деген ол жақсы болды қазір негізінде. Енді сіз жалпы негізінде оңтүстіктің тумасы, Тараздың тумасысыз ба негізінде? Өзінен бе әлде ауылынан ба, соны айтып? Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы, Батыр Бауыржан Момышұлы ауылының тумасы болам. Ұлы жүздің баласы Дулат деген. Сіздің сол балалық шағыңыз сол ауылда өтті, е? Иә, сол жақта өтіп. Енді біздің кез келген онлайнда сұхбатқа шыққан кезде, осы сұхбат ютубта да біздің сұхбаттарымыз бар. Бұлай сұхбаттың барысында кез келген оқырманға, кез келген мында отырған достарымызға қызық шығар. Алғашқы тойын, ең бірінші тойын қалай, қай кезде болды, соны еске алсақ? Ең бірінші той, так. Папамыз тамада ғой енді, әкеміз ол кезде. Қазір тамада ғой негізі. 7-ші класстан бері әнші болып жүргенбіз негізі папамызбен бірге. Сонымен, бір колледжге барып келіп оқып жүретінбіз ғой енді Алматыда. Бір қонақ, үйге келіп қалдым демалысқа. Сол кезде папам 2 заказ алып қойған ғой. Сонымен ештеңе білмеймін, балам. Жерде жатқан ақша жоқ. Бірінші тойымды мен басқарамын, екінші той барып сен басқарасың, ештеңе білмеймін. Жаттап жүрсің ғой, білесің ғой деді. Ол кезде енді қызығушылық тамадалыққа. Жаңағы Әлібек Серғалиев, солардың сөздерін жаттап алатынбыз. Маңғыстауда біздің жер, қазақ мал баққан жер дегендерін бәрін айтатынбыз ғой бізде. Сөйтемізді барып бір 5 тойды басқарған енді. Қай жылы? 2012 ма, қателеспесем. Сол жылдар, е? Жоқ, 2013, сол жылдар ғой. Сонымен сөйтіп бастадымда, одан тағы әнші болып жүрдім. Потом 1 жылдай кішкене қой дайындалу керек дедім да. Сөйтіп сондай болып кеттік енді. Қазір енді бірақтан да жаттан сөздер деген нәрсе. Көбісі елдерін айтатын жаттанды, анау. Біз енді қазір баяғыда енді тамадалардың сөзін жаттайтынбыз. Шыны керек. Қазір ондай жоқ енді. Өйткені ол бәрі жеңіңді де түсіріп тастайды, қадіріңді де кетіреді деген сияқты. Өзің еңбектеніп, өзің шыққаны дұрыс та. Бірақ ол өзін жаттадық. Қазір жоқ дейсің ғой, қазір барлығы сол жерде тақпарлық. Иә, қазір енді ұяласың да уже. Не стоит өйтіп жаттаудың уже. Енді биылғы 2020 жыл тек Қазақстанға емес, бүкіл әлемге өзгеріп дейміз, бүкіл салада, спорт болсын, өнер болсын, басқа да карантин кезінде қаншалықты әсер тигізді жеке саған тойға заказдарын дейміз. Бағаң түсті ме, соғатында қалды ма? Бағамыз түскенде негізі. Түсті ғой, бір 5-10 мыңдай түсті. Бірақтан енді қатты түсіре берсең де қадірің кетеді деген нәрсе ғой енді. Арзанның сорпасы татымайды деп айтып едік өзімізде баяғыда. Бірақ енді сол күнге түсті ғой барлығы енді. Күніміз соған қарап қалып, тойға қарап қалды барлығы. Жалғыз біз ғана емес, тойханада қаншама адам бар дегендей ғой. Иә. Енді оған қазір сәл ораламыз сәлден кейін. Енді көбінде сұрақ, сізді мен осы парақшама қойған кезде, көп адамның сұрағы, инстаграмны қарап шыққан кезде, барлық адамның бір сұрақ бар. Сіздің оңтүстікте әсіресе беташармен шақырады көбінесе.
неге беташар біздің дәстүріміз бойынша дәстүріміз домбырамен ашады келіннің бетін, сіздікі неге домбыра жоқ деп, осы бүкіл оқырмандарды, бүкіл халықты осы мазалайды. Осыған өзіңіз жауап берсеңіз нақтылап. Енді бізде таразда ондай домбыра дегенге көп қарай бермейді. Енді шариғатта жоқ қой, мысалы домбырамен ашпа дегенде ертең үйленген екі жас қосылып отқан екі жас бақытсыз болып кетпейді ғой. Ондай ешқандай заң жоқ. Только домбырамен ашу керек. Шариғатта сондай деген нәрсе жоқ та. Енді бізде эстрадный болғаннан кейін қызықтау өтеді, кішкене билеп. Домбырамен білмеймін, енді домбыраға үйренген емеспін әлі. Өзім биыл домбыра үйреніп бастасам ба деп жатырмын. Бірақ домбыра үйренген күннің өзінде мен эстрадныйды тастамаймын. Сол екеуін бірге қосып жаңа бір нәрсе шығарсам ба деп ойлаймын. Бізде негізінде қатып қалды. Қатып қалды ой дейме? Иә, бізде негізде дегенде қатып қалды және. Сіз қазір қайтып кетті. Иә, құрметті достар, бізде жақсы сұхбат өтіп жатыр. Тамашалаңыздар, эфирде болыңыздар. Мұнда басқа адамдар шатастырып жіберіп жатыр. Қалған ғой. Иә, сол сұрағымда бағанағы сол беташар бүкіл оқырмандардың сұрағы, бүкіл халықтың осы Инстаграм әлемінде осы қазақ былай ғой. енді оңтүстік, солтүстік, батыс барлығын сұрақ, неге домбырамен емес? Бізде өтірік айтпасам 50% тамада баянмен, домбырамен, ямахамен ашады. Дәл мен сияқты ашады даже. Енді ол қатты қағидан ұстанып қалған сол Атырау жақта ғой, енді домбырамен ашу керек. Қызылордада сондай домбырамен ашу керек. Бірақтан да көбісін айтатыны сол Атырау мен Қызылордалықтар жазады, неғып домбырамен ашпайсың, сен біздің жаққа келсең, ой, сенің мұрныңды бет қыламыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп жазатындар көп. Бірақтан да мен сол айтқан адамдардың ауылына барып, қаласына барып, дәл осылай ашып, сол тойды барып риза қылып кеткен сәттерім болды. Шиелге барып, домбырасыз ашып, дәл осылай аппаратурамен, музыкамен ашып, барлығын қызық қылып өткізіп кеткен кезіміз болды. Сол беташарда болмағаннан кейін түсінбейді да енді. Өзім домбыра тартамағаннан кейін мен домбырамен ашпаймын ғой енді. Домбыра үйренсем ба деп ойлап жүрмін енді. Ол да бір өнер ғой. Болашақта домбырамен бет ашу көреміз ғой, бет ашқан. Бұйырса. Иә. Енді осы біз мына кездерген құрметті достар, сіздерге сәл өтініш, лайк баспасаңыздар, лайк бассаңыздар қалады экран. Енді асабалық деген өнер ме сіз үшін? Асабалық деген мен үшін өнер. Өйткені қаншама 500-600 адамның тойына барып, сен тойға шыққаннан кейін сол халықты қарату деген ол бір өнер ғой, оның өзі бір өнер. Жігітке жеті өнер де аз дейді ғой. Мен ешқандай тамаданы жамандамаймын. Өйткені бір кемеде жүргеннен кейін, кеме деген жаны бір дейді ғой. Қарға қараған көзін шұқымайды дейді. Барлығы кімнің сөзін жаттаса да, ол өнер бар деген сөз ғой уже. Тойға шығып жүрген адам уже өнер бар. Өйткені халықтың алдына шығып ұялмай сөйлеу деген оның өзі неше түрлі. Бізде ойнайды енді бір 3-4 сағаттың ішінде соншама ақшаны күреп табады. Оп-оңай жұмыс қой дейді. Ол оңай жұмыс емес. Саған біреу келеді, сені боқтайды, сені даттайды, ішіп алған кеп тиіседі, анау кеп бүйтеді. Оның бәрі психологически кішкене әсер етеді. Соның бәріне мән бермей, көңіл аудармай, дальше тойды басқарып кету, сол адамды шақырған адамның тойын мықты қылып өткізіп кету деген уже ол басында мақсат тұрады уже. Қалғандардың көңіліне қарамау деген сияқты ғой. Енді жаңа айтып өттің ғой, басқа асабаларды біз жамандамаймыз, біз бір кемеде жүрміз деп. Енді Инстаграмда жеке сен өзің парақшанда, сен өзің шығарған, өзің идеямен шығарған, сөзін шығарған, сенің бықыттарын,
амандасуларым бар, барлығы осы инстаграмда сен шығарып түгел шығарып отырасың инстаграмда ше түгел барлығын. Енді сол сен достарыңда ешқандай сөзін ауыстырмай айтып жүрген сұрасқан түкпір авторлар бар. Және оны авторды сені белгілемей, көп автор сені белгілемей, мен шығарғам, ол менікі деп кәдімгідей айтып жүрген жігіттер көп. Оны сұраймыз ғой, автор кім десе, ол айтады, автор мен деп сондай жігіттер бар. Оларға не айтасыз бұл туралы? Енді біз де өзімізде біреуге қарап өстік қой енді. Бізге қарап өсіп жатса, енді нұр үстіне нұр ғали ғой. Бірақтан енді менен үлкен дәрежесі нормальный адамдардың өздері орлап айтқандарын көргем. Енді оларға айтарым білмеймін. Енді еңбектенген дұрыс. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп бекер айтпайды. Еңбектенсең, ол тапқан нәпақаң да уже дәмі тәтті болады да. Біреудің өлеңін айтып шығып енді уже тегін нәрсені шайнап беріп жұтуы ғой енді. Бір сөзбен айтқан кезде қаншама тамаданы көрдім. Мен мақтанғаным емес, бірақ 2016-та амандасуым, ең бірінші амандасуым ақиқат деген амандасу шықты ғой. Қонақтарым батыр, той басталып жатыр. Соны шығарып болғаннан кейін бір 3-4 айдан кейін барып салдым мен оны. Ал оған дейін тойханада айтып жүрдім. Сонымен Тараздағы өзіміздің өнердегі азаматтар, Рауан, сен қашан оны салмайсың, лучше сал инстаграмға, бүкіл халық көрсін. Сен салмасаң, сені біреу ұрлайды да, сол адам салады да, менің атымнан шықты деп шығып кетеді. Лучше салып, халықтың алдынан бір бағаңды көр, қаншалықты өтетінін көр деді. Сонымен салдым. Соны салғаннан кейін заказ көбейді менде. Шыны керек. 2016-тан бастап өзімнің жүрген уақытым сол ғой енді. Сол жерден бастап хит басталды. Уже 1 жылдай айтып жүрдім. Сонымен сөзді өзгерту керек болды. Әнді амандасуды өзгертсем де, именно соны звондап, үлкен кісілер айналайын Рауан, қарам, қалайсың? Атыраудан, Ақтаудан звондайды. Сенің ақиқат деген амандасуың бар емес пе? Анау сонымен амандасшы бүгін тойда. Өтініп сұрайтындар болды. Сол амандасуға бала шақыратындар көбейіп кетті кезінде. Сөйтіп, мә қызық екен анау дедім да, тағы амандасу шығарайын дедім. Ақиқатты ұрлады. Ұрлағаннан кейін енді тағы шығару керек болды. Сөйттім да, оны шығардым, оны ұрлады. Сосын бүгінгі тамада молодой деп ол хит болды. Оны шығардық, оны ұрлады. Еще айтса мейлі ғой, Рауан, сенікін алдым, рұқсат болса деп. Айтпайды. Хит болып жүреді әйтеуір. Оларда. Деп қояйын, мейлі қойшы. Жер домалақ қой деп. Сосын тағы біреуін шығардық, оны ұрлады. Сонымен болмайды екен. Бәрібір ұрлайтын адам ұрлайды екен ғой. Алатын адам алады екен. Ең бастысы сол ұрлап жүрген жігіттер сені бір ауыз алды ма, рұқсат алды ма? Яки аға сізге осыны айтсам, сұраған жоқ. Біреу де сұраған жоқ. Рәке, алсам бола ма? Ондай нәрсе болған жоқ. Енді олар ұрлағаны да жақсы ма деп ойлап қалдым. Неге десең, олар ұрлаған сайын менде идея көбейе береді. Тағы да бірдеме шығарам. Оны ұрлайды, тағы да идея көбейеді. Сосын бір күні бір әзіл өлең шығардым. Типа, ұрлап алама деп қорқамын деген бір шығардым. Соны шығарам, біраз адамға тиді ма тамадаларын. Бірақ енді өнердегі азаматтар, енді өзім танитындар вообще ұрлаған емес. Өзімдікілер өзімнің достарым. Және хит тамада Асқар деген отыр ғой енді. Ол жігітте өзіміздің өнердегі жігіттер. Барлықтарың өнердегі жігітсіңдер ғой енді. Енді той саласына жүрген азаматсың, той саласына жүргеннен кейін қазіргі кезде блогерлер, журналистер, біздегі азаматтарымыз, азаматшаларымыз ұсыныстар айтып жатыр. Қазақтың тойына мораторий жасау керек 5 жылға дейді. Сосын кейіннен шегерді 2 жылға деп айтты. Жалпы өзінің жеке пікірін қазақ, біздің тіпті елбасымыз президент дейміз ғой, президент, қазіргі президент айтты, Тоқаев. Той ойлайтын заман емес, қазір ой ойлайтын заман деп айтты. Енді өзің қалай ойлайсың? Тойды тоқтатқан дұрыс па 2 жылға? Тойхананың барлығын жапса қай жағы?
короче, былай ғой енді, тойды тоқтатқан дұрыс деп ойламаймын мен. Өз басым бүкіл тамада келіспейді онымен. Ешкім келіспейді. Енді жалғыз тамада ғана емес қой. Той десе, барлығының ойына сразу тамада, сразу әнші болып шығарып салу керек, бүйту керек. Бірақтан да сол тойдың барлығын ақтарып қарайтын болсаңыздар, тойхананың ішінде 50-ден астам жұмысшы бар. Еден жуушы, официант, 50-ге жуық официант бар бір тойхананың ішінде мысалы. Аппаратурщик, музыкант, светомузыканы отыратын адам, LED экранды қосып отыратын адам бөлек бар. Оның барлығы мысалы құрдан босқа жүрген адамдар емес. Поварлар бар. Бір тойда мысалы 3000 теңге, 2000 теңге істейтін әпкелеріміз бар. Барлығын көрдік та мысалы. Вот солардың барлығы жұмыссыз қалды мысалы. Біз енді екі қолға бір күрек табылады, тесік моншақ жерде қалмайды деген әңгіме ғой. Бірақтан да әпкелерімізге, кішкентай қарындастар, ұлдар бар, жігіттер бар. Барлығы кафеде жүргендеріне мысалы үйреніп қалды да, барлығы 1000 теңге, 2000 теңге бола табады. Соны көп көрді, тойды жауып тастағанына енді таң қалам. Қаншама торговый центр, базар істеп жатыр. Енді біреуден сұрағам өткенде мысалы. Ол айтады да, типа, базарда только сол районның адамдар ғана жүреді. Ол жақтан вирус шықпайды. Ал тойға жан-жақтан адамдар келеді дейді да. Ол жан-жақтан келетін адам өзінің артын ойлап, жуынып, барлығын не істеп келеді мысалы. Базарда енді кім келеді, қаяқтан білесің мысалы. Шаң болып жатады, топалаң болып жатады. Ал тойхананың іші кәдімгідей тойдың алдына дейін мысалы еден жуушылар хлормен әдемілеп тұрып жуады, сүртеді, дастархан істейді, әдемілеп костюм шалбармен барады. Сол костюм шалбар киіп жүрген адамнан вирус шығады дегенге сенбеймін мысалы, енді өз басым. Тойдың жабылғанына қарсымын, ең басты сөздің ашығы. Жақсы. Енді Біреке, осы Инстаграмда қазіргі таңда карантин болды, қазір де болып жатыр ақырындап. Қазір Инстаграм ашып қалсаң, бүкіл біздің отандық әншілер, отандық жұлдыздар, актері бар, вайнер бар, блогер бар, барлығы бірден қазір барлығы гиф ойнап жатыр мысалы. Ақшалы үй бар, машина бар, телефон бар. Тегін барлығы подписчикке жазыласың, оны шығарасың, видеосын. Енді сіздікі Инстаграмды қарадым, сіз ерекше, ешкімде жоқ гиф істеп жатырсыз. Яғни мешітке қаржылай көмек ретінде сізге, енді оны мұнда отырған оқырмандар барлығы көп деп ойлаймыз. Ол идея қайдан келді? Сізге мешіттің адамдар өзі айтты ма, әлде біреу тапсырыс берді ме сізге? Сол туралы айтып өтсеңіз. Идея болғанда, идея енді өзара қосылып, жаңағы бір жерден алып, соны пісірдік деген нәрсе ғой, идеяншы. Ал гиф деген қазір актуальный нәрсе ғой енді болып жатқан. Бүкіл адам гиф ойнап жатыр, барлығы гифқа қатысады, ақша алғысы келеді барлығы. Ал мешітке көмектесу деген енді бұл мешіт, короче, баяғыда соғылған мешіт етін, сонымен қирап, күн жеп қойған, астын су жеп қойған деген сияқты ғой. Енді біраз жыл болғаннан кейін 700 адам сиятын мешіт екен біздің ауылда, орталық енді. Сонымен бір блогер жинады, 20 миллионда жинады, бірақ ақша жетпеді. Білмеймін, каким-то образом жетпей қалды. Өзінен өзі 20 миллионға мен ойлаймын, 2 мешіт салып аламын деп ойлаймын, мысалы өз басымша. Бірақ жетпеді. Білмеймін, қалай жетпегенін Құдай біледі. Сонымен тұрды. Мен марттан бері соған мешіт екен. Жұмыс тоқтап қалды. Имамның өзі хабарласты: Роман, қалайсың? Бауырым, өзіміз енді дем салдырамыз ғой, қазақпыз ғой, қазақ болғаннан тойда жүргеннен дем салу керек, қазақи кішкене сүрелерге оқылып, мынау деген сияқты Құран оқытамыз. Сол өзіміздің имам етін, сол хабарласып, жарайды деп өтінішін тастамай атсалысайық деп бардық. Енді Назар аудару құрамасында Азамат деген бауырымыз бар. Сол Азамат бауырымыз тоже осылай бастаған етін, гиф құрап. Солай бастадым мен де. Бұрын гиф деген ойнаттық қой енді, сөзін ашыға. Ол кезде ешкім көмектеспейтін де, ешкім былай атсалыспайтын да, енді видео просмотр жиналмайтын ондай гифтан. Мынаны салып ем, бір күннің ішінде 80 мың болып кетті. Өзінен өзі түсінбей қалдым енді. 80 мың просмотр болып, халыққа кәдімгідей жағып,
кәдімгідей бір күннің ішінде 800 мың теңге жиналып, жоқ, жарты күннің ішінде. Кешкісін бастадым, түнде 800 мың болып кетті, азында тұрсам уже 1 миллион болып кетті деген сияқты ғой. Қазір уже ертең кешкісі үшін бір 2 миллион болып қалуы мүмкін шығар деп отырмын да, мысалы. Соған таң қалып отырмын да. Менде 190 мың адам бар. Оның 10 мыңы мені көреді, қалғандары енді арасында жұмыстан келіп қалып көреді деген сияқты ғой. Сөйтіп, неше түрлі бизнесмен адамдар 70 мың теңге лақтырып, біреу 20 мың лақтырып жатыр. Не деген қандай ұйымшыл деймін да. Халыққа риза болдым сол бір жағынан, сондай жақтан енді. Жақсы. Оның алдында да енді көмек жүрдік. Қазір 1.500.000 1.500.000 ба қазір? 1.500.000 көтерілді ау деймін, походу 1.600.000-ға қарай кетіп қалды. Өйткені бағана қайға қараған жоқпын, өзім қарамаймын да, қызықтандай ше. Бір 2 сағат, 3 сағат тексермей жүремін да, бір 4-5 сағаттан ашып қарасаң, көтеріп кетеді, соған қызық қаламын да. Бүгін түнде тағы бір рет көріп қоямын, 700-ге жетіп қалатын шығар деп ойлап қоямын. Демек 2 миллионға баратын Құдай қаласа. Өзің сенесің ғой. Құдай қаласа, бұйырса. Мен өз басым негізі 1 апта, 2 апта жинасам ба деп ойлаймын, бірақтан да енді тойым бар, анауым бар, кеш қол тимей кете ма деп ойлап тұрмын да, енді халықты да қинағым келмейді, оны ұзақ созып ше. Бір адам берген адам енді қайта бере бермейді, мысалы. Сол сияқты сол жағында қарап жатырмыз. Осы болашақта өзің гиф ойнататын ойың бар ма? Машина ойып, ақша ойып. Енді ит құстың бәрі ойнатып жатыр ғой, сөзің ашық келгенде. Қазақстанда кім хит, соның бәрі ойнатып жатыр. Өйткені енді бізге стоит деп ойлаймын, ал күректеп ақша тауып отқан жұлдыздарға не жоқ деймін да. Өткенде бізде әнші сол Қайрат сұхбат беріп отырған айтып отыр да, біз енді керісінше оқырмандарды кінәлап отырды. Әншейінде өздері комментарий жазып отырды, лайк басып отырды. Гифтеген емес, лайк басасың, комментарий жазасың, болды, бір ұтып аласың деп. Сол гифқа өзің жалпы қаншалықты сенесің сол жұлдыздар? Енді крупный гифтарды білмеймін енді, анау шетелде Гусейн Гасанов деген бар ғой. Олардікі енді бұл келісіммен болып өтетін сияқты көрінді маған ше. Біреу келісіп алады, жарты ақшасын береді, ақша машинаның. Сол өтіп кететін сияқты да. Енді менің ойнап жүрген гифтарым барлығы әділ. Бір Құдай біледі да, оны былай отырасында дырылдатып, стоп баса саласың, кімге түсетінін білмеймін да, мысалы. Ойнатып жатқан көбісін енді шынайы, кейбіреулер шынайы емес, кейбіреулер келісіммен, кейбіреулер жаңағы генератор деген программа бар, сол арқылы таңдай салады. Көбісі жаңағы блогерлар ғой. Олар енді базар жоқ, енді жасарын жасап, асарын асап саған жігіттер. Бақ біреуге бақ ерте қонады, біреуге кеш қонады деген сияқты ғой енді. Оларға бақ қонып қойған жігіттер ғой. Гифпен өмір сүреді қазір барлығы. Иә. Жақсы, енді осы Инстаграм deyip тағы да Инстаграмда осы сіз той басқарған видеоларыңыз бар, басқа да дүниелеріңіз бар, осы түгел қаралып жатыр. Енді беташар болып жатыр ғой Қазақстанда. Бүкіл той туралы парақшадан шықпасам, беташар деген бәле болды. Иә. Міндетті түрде сіздің парақшаңыз жүреді. Соның ішінде бір парақшаның ішінде мынау осы Қазақстан бойынша 1 миллиондай оқырманы бар, шындық KZ деген оқырман парақша. Олар сіздің тойыңызда беташарыңызды салып қойған екен. Мына жерге алып берейін. Беташар ұят екен, осындай асаба, ынсапсыз, қанағатсыз ба көріп отырып, мен аяп кеттім қазағымды. Ол да халықты қанаудың бір түрі. Той егесі ұялып айта алмас, түскен қаржыны асабы өзіне алатын болған соң ойлап тапқан болар. Осындай қалтаның қамын алатын сауатсыз асабалар жөнге салатын адамдар бар ма, әлде жоқ па деп жазыпты. Осы қандай жауап айтасыз? Енді жауап. Шындық KZ админдері егер көріп отырса, ол мені таниды, негізінде беске таниды. Осының алдына дейін мені осы уақытқа дейін жамандаған емес еді ол жігіт. Ол екі қыз бен жігіттер.
мені кәдімгідей осындай тойлар, қазағымның тойлары бітпесе екен деп тұрып жазға дейін салып жүрді. Мені әбден мықты мақтап салып жүрді. Закрытый парақша ол негізінде. Аттестация етсеңіз қайттан кіре алмайсыз, қайттан кіргеннен кейін запрос жасап кіру керек болады. Мен аттестация етіп кеткем. Bir күні гиф ойнатқаннан кейін аттестация етесің ғой енді, гиф ойнатқаннан кейін. Гиф ойнатып біткеннен кейін неше түрлі адам дайректпен жіберіп жатыр да енді. Рауан аңғара, анау масқараны қара, анау мынау сені бүйтіп жатыр, сені бүйтіп жатыр. Сонымен қай не ол десем, шындық кезекте сені осылай шығарған екен деп оқысам, кәдімгідей нәрселер жазған екен. Бұл жігіт мен танимын ғой, бұл не үшін салып жатыр, мен түсінбеймін да. Жазам, ответ бермейді, аттестациядан қабылдамайды. Осы бір апта, 2 апта бұрын ғана қабылдаған. Ол не үшін салады, айтайын ба? Ол парақшалары, олардың парақшалары андай неге түседі, блокқа түседі, доступқа түседі, ограничение қойып тастады, статистикалар құрайды, не видео салса да просмотр жиналмайды, қандай видео салса да комментарий жазбайды, ешкім, көп адам жазбайды. Мысалы, бұрын 400 комментарий жиналса, қазір 40 комментарий жинайды. Содан кейін сөйтті да, бір күні мен жаңа актуалкада жүрген тамадам ғой енді, беташарға хит болып отқан типа. Соны алды да, бұл бетті де дыңқ етіп сала салды. Халықты маған қарай қарама қарсы арандатты да. $1 миллионның ішінде 20% жақсы адам болады, 80% жаман адам болады деген сияқты ғой. Хейтер, хайпер деген сияқты ғой. Сөйтеді да, сөйтіп, неше түрлі нәрсе жазып, адамдар астына жаза бастайды, өш көрдің ба? Типа, шашиды елдерінше, аны сөзді оққаннан кейінше. Ал негізі беташар олай емес. Мен ешқандай беташардан өйтіп банкі алған емеспін. Банк аласың, тек Алматы мен Қызылорда қаласында банк аласың. Ал басқа қалаларда ешкім банкіға келіспейді. Өйткені бізде ондай емес. Қызылорда қаласында ғана банкіге келсек тамада. Одан бөлек беташардың ақшасын береді негізінде. Мысалы 60 мыңға келсе, қалған ақшаны беташардан түскен банкын алып кетеді Қызылордада. Ол Сарыағашта болған беташар, Сарыағашта, иә. Ол жерде бүкіл ақшаны мен алғанда жоқпын. Ол банкіге түскен ақшаны той иесі алады. Ал олар көрдің бе, өзі алатын болғаннан кейін таубаған айласы ғой, анау мынау деп жазғанда, көрмегеннен кейін адам білмеу, сөйлеудің қажеті жоқ деп ойлаймын негізінде. Мен өйтіп ешкімнен алған емеспін, және мен ешқандай адамнан бүйтіп намек тастап қана алам ғой енді. Мә, сен маған 100 мың теңге бер, сен маған 10 мың теңге көрімдік бер деп ешкімнен сұраған емеспін. Өйткені мен басым екеу емес, әр адамнан ақша сұрайды. Ұят бар ғой негізінде. Ал бұл беташар татты, қызық өтіп атады. Елдер деген әшейін ашқан аузына күліп атады да, мысалшы. Дальше уже кішкене шабытың ашылады да, уже импровизация деген нәрсе бар ғой. Ойдан құрылып кететін приколдар ғой енді. Бір күні тойда тұрымда, апа өткенде дәл осындай сіз сияқты апа шықты, сіз сияқты мақтадым. Ол апа тұрды да, мә қараңғы тамада сенің қалтаңа 5 мың теңге бере салайын деп, 5 мың теңге берді деп едім. Ол апа да сөйтті да 5 мың теңге бере салды. Сонымен ол да хит болып кетті. Сөйтіп бүкіл беташарда сөйтіп прикол қосатып айтатын болдым, бірақ шынымен де ақша беріп кетті да енді. Бізде Таразда ондай жоқ, бірақ Шымкент қаласында, Жетісай қаласында біле білсе, тамаданы, өнер адамын өте қатты сыйлайды. Шымкентте, Қызылордада, өйткені олардың еңбек ақысын жемейді. Егер тойың мықты өтіп жатса, қалтаңа дәл осылай жаңағыдай ақша салады, 100 мыңдап, 10 мыңдап, 50 мыңдап ақша салып кетіп жатқандар жерлер болады. Ол тамаданың еңбек ақысы. Сондай. Банкына беретін мықты ойысы жоқ қазір дейді. Ешкім бермейді банкы қазір. Сізді қай өңір көп шақырады? Оңтүстік, Қызылорда, Алматы, оңтүстік қай жақ көп шақырады сізді? Сырттан, Тараздан. Қызылорда мен Алматы. Қызылорда, Алматы, Шымкент, Жетісай, Түркістан, Сарыағаш. Осы. Ең көп баратын Қызылорда мен Алматы ғой. Қай жаққа барыңыз келіп жүр? Болашақта қай жақтан тойын көргім келіп, қай жердің тойын көру қызық сіз үшін? Өзіңізді тексеріп. Ақтау мен Ақтөбеге барғым келіп жүр.
Атырауға барған емеспін. Өйткені Ақтөбе мен Ақтауда ақша береді дейді ғой. Дейді ғой. Енді мынау қазіргі таңда енді сіз тойға шыққаныңызға біраз уақыт болды. Артыңыздан бірге келе шыққан бауырларыңыз бар ма? Інілеріңіз бар ма? Түсінбедім. Артынан бауырларыңыз бар ма? Яғни бірге жүрген қасыңызда сізге еріктеп, былайша айтқан кезде шәкірт дейміз ғой. Жоқ, шәкірт тәрбиелемеймін. Ондай қарсымын, өз басым білмеймін. Мен өзімнің ұстаным, өзімнің балам маған ұқсап өссе екен деп армандайтын бірінші. Енді балам әлі өсу үшін қанша, оған дейін біз шал боламыз, ұмытып та қалатын шығармыз сондай нәрсенің бәрінше. Бірақ қаншама адам жазды енді, типа шәкірт болайықшы, ондай мен білмейді екенмін. Уақыты жетпейді ғой ондайға мысалы. Жақсы, енді бізде Қазақстанда арнайы жобалар қатысын ба? Мысалы, асабалар сайысы болды бізде, тағы да басқалар осы жеке оларға неге қатыспайтын? Білмеймін тек, істегім келмейді. Дәл осылай қалай шығып жатырмын? Телевидение арқылы емес, халықтың қолдау арқылы шыққым келеді. Халық мені қалай қабылдайды? Халық танымайды емес, таниды. Солардың арқасында тойға барып жатырмыз, солардың арқасында ақша тауып жатырмыз. Дәл солар арқылы көтерілгім келеді, халықтың арқасында көтерілгім келеді. Телевидение емес, мынау бала қалуыма барып көтеріліп кетті, мынау бала ана жаққа барып көтеріліп кетті деген атқа ие болғым келмейді. Біздің халықтың арқасында көтерілді деген сөз болса, керемет болады. Енді Рауан мойындайтын Қазақстан бойынша топ 5 асабаны айтшы, мойындайтын. Шоумені болсын, асабасы болсын, барлығы топ 5 асаба. Өзін мойындайтын. Ардақ, Тараздық. Ардақ. Нағашы, еще Бажа. Өзім өз жақтан енді көп айтқым келеді, өйткені Алихан, Жарықшыбек Алихандро деген бар, менің бажам. Ол енді актер таза. Бірақ біз сияқты да шоумен да. Сосын таза шоуменнен Сабыр Теміртауский. Қарағандынікі. Әлібек Серғалиев. Әлібек төртеу. Бесіншісі Никулин ғой. Никулин. Асабаның ішінде оңтүстікті асаба жоқ екен, оңтүстікті асабалар. Оңтүстік болғанда жоқ, Алихан ғой сол, Алихан. Алихан мен Ардақ екеуі де Таразда тұрады просто. Тараздың жігіттері ғой негізінен де. Сол жақта просто туылғаннан кейін. Рауан, біз осы Инстаграмда көбі адамдар сұрап жатыр отбасы жайында. Қай жылғы дүниеге келген, қай жылғы Рауан қай жылғы болады, соны сұраңызшы. Отбасы бар ма? Қашан үйленген, неше баланың әкесі деп. Үйленгенге 1,5 жыл болды. Бір баланың әкесімін, Құдайға шүкір. Балам 2 айлық. Келіншегім 97 жылғы. Білетіндер біледі, енді оңтүстікте Сиқым деген ел бар, көп адам біледі, атағы шыққан. Сиқым көп па, қиқым көп па деп бекер айтпайды. Сиқымның қызы, тойда танысқам, өзімнің жылым белгісіз енді. Қатып атыр ой дейме? Алло. Мен сізге қатып тұрмын ба сізге? Енді болды.
Ереке? Мен ау, Болды, ең нормально. Что-то қатып қалыватсыз. иә. Бәке, сізге көп рахмет. Мына алғыс, отбасыңызға амандық тілеймін сізге. Қашанда осы өзіңіз жаңа ауыздан шыққан сөзіңіз бар ғой. Мен халықтың арасынан шыққан аса болғым келеді, халықтың арасынан шығып солай белгілі болғым келеді деп, дәл солай халықтың арасынан жүре беріңіз. Аман болыңыз, ойыңыз көп болсын. Бүгін енді қысқа бір сұхбат болды. Болашақта әлі талай жолығамыз деген үміттеміз, Құдай қаласа. Екінші бөлімі деген. Алла разы Мына болсын. алғыс сізге. Көп Ауырмаңыздар. рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Құрметті достар, баршаларыңызға көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Асаба Хит, Беташар, Раубан ұлдарымыз Тараз қаласының онлайн сұхбат болды, тамаша сұхбат болды. Баршаларыңызға қайырлы түн, аман болыңыздар. Құрметті достар, сұхбат толық көрмегендер YouTube каналыма салатын боламын. Баршаларыңызға рахмет, сау болыңыздар.